Мына жақтан бір нәрсе көрініп жатыр ғой, что-то Айшуақтың скині тұр ғой мына жақта. Дейлинің скині тұр. Оппоно. Ё-моё, қанша ай болды мен мына жаққа келмегеніме? Примерно бір 7 ай болған шығар мына жерге келгеніме. Ё-моё. Бір видео қосатын бар ау осы жерде. Хей, бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге бұл мен Ринат. Что там, қалайсыңдар достар? Менің осы арнадағы екінші видеома қош келіп жатсыздар достар. Мен оралғаныма енді екінші күн болды достар. Мен бүгін достар қараңдар қандай жерге келгенімді. Бұл үйде пайди біздерде ешкім жоқ. Қараңдар достар, енді сіздер Ершат Айшуақ, яғни Дейлиндардың видеосынан көріп жүрген шығарсыздар мына үйді күнде. Ал мен достар 7 айдан кейін бірінші рет келіп тұрмын, ойлаңыздаршы, қараңдар. Енді сіздер барлығыңыз білетін шығарсыздар мына үйді. Мен білмеймін, ұмытып қаптым. Но по-моему менде Дейлинің үйі. Ол бізде кеш батып жатыр екен. Жарайды. Ровно келдім қайта, сәл ұйықтап, сәл ұйқыны қандырып алу керек біздерде. Жалғыз өзім бүгін ауылда не істеймін, мен көремін. Пайдип, мына үйде Ермұханды ма, Дейлинді ма, неге шақырып алсам болады? Дейлин айтқан маған, мен базарға кетем, ертең келем деп. Ертең енді бізге күту керек. Ауылда жетелдер бар ма? Жетелдермен танысып ары бер. Бүгін олар барлығы мені ұмытып қалған шығар. Сен кімсің деп атпасын? Қараңдар, дым өзгермеген ме достар? Қараңдар, сол баяғы БТС Ринат, әлі БТС. Мақұл, кеттік былай қарай. Творческий режим сатып алдым ғой мен бүгін оралғаныма орай. Жетелдер болып жатыр. Жетелдер, жетелдер қалайсыңдар аш? Жетелдер? Наугам? Жетел мен ғой, танымай қалыңдар ма не? Мынандай адам танымаймыз біз. Қалай танымайсыңдар, қуасыңдар ма? Мен ғой Ринат. Ойнап айтам. Ринат қалайсың? Майыл, қанша ай болды сен көрмегені? Енді келіп жатырмын. Қаяқта жүрдік мен? Сен вообще көрмей кеттік қой. Ютубта да жоқсың, былайда жоқсың. Бір шаруалар шығып қалды, кейін айтып берем, сол ауылға келіп жатырмын бүгін. Осы ютуб хауста қонатын шығармын, если что ертең Дейлиндер келеді. Болды, смело. Ютубқа қашан видео саласың? Міне уже түсіріп жатырмын ғой. Молодец, салям достар. Если что видео табасақ. Болды, ё-моё. Кузницаға келмей келді біраз. Ана жақта біреу тұр ма? Ё-моё. Жетелдер, біздің ауылда жаңа біреу. Өля. Бәрі бытшын шығарып тастаған, несіш? Кімсің бергелеу? Мынауың кім? Кімсің сен? Ака, қалайсыз? Мен жақында көшіп келдім şu жаққа. Нема барым, қазақша сөйлей аласың ба? Йо. Өля, мынау достар? Мынау кім? Өзбексің ба? Иә. Өля? Менің атым Жамал. Бауырым, кузницаны кімнен сатып алып жүрсің сен? Дейлиндер айтпады ғой мен ауылға новый адам келді деп. Мен жақында көшіп келдім. Молодец. Ё-моё, сен. Жарайды, қазір сүм болып кетті ғой, мақұл енді. Мен кеттім, мына үйде, дәу үйде тұрамын, если что. Сол, менің атым Ринат, танисың ба мені? Танимын, Дейлин айтқан. Ойбай, Дейлин айтқан ба еще саған? Мақұл, давай радын қайрылдың. Мынау, біздің ауылда өзбек көшіп келген ба не? Бұрын соң болмаған нәрсе ғой, достар, өзбек көшіп келді. Ё-моё, сәл, не отыр? Ойбай, Майнкрафт ойнамалы көп болып еді. Не ол, бытшыт қып жүрмін. Достар, өзбек көшіп келді, ана өзбектің ертең общаться еді көріп болып тұр мағанше. Жарайды, бәрін қоя салайын. Ұйықтайын мен бүгін онда, кеш болып кетті. Бүгін мен дейтін на комнатаға жата салайыншы. Мынандай нәрселерді көрмегелі көп болыпты ғой маған. Айтпақшы, ана өзбекке бармайын ба? Ана өзбектің аты кім деп еді? Жамал, Жамал братқа барып қайтайын мен қазір. Жамал братқа бүгін прикол ұстаймын ой деймін мен ше. Жамал брат, үйдесің ба? Жамал. Ака? Ау, не болды? Ойбай, ака кеше шашап тұрғансың ғой деймін? Кеше мен дем алып атқан негізі. Ака, что там? Не істейміз? Енді ауылда екеуміз екен, Дейлиндер келгенше екеуміз бір нәрсемен айналысайық та? Нема деп ойлайсың? Бүгін біздерде, конечно, стройка! Стройка? Жүрсе онда сыртқа екеуміз сөйлесіп қайтайық та, сырт, кузницаның іште отырып тастағансың қалай? Жоқтайдың ба не? Мен айтпайым дегеннен... Жамал ака, жалпы, осы сендер өзбектер ше?
ана үйді кәдімгідей мықты саласыңдар ғой. Қалай соң сыр неде? Қанда бар ғой, қанда. Қанда бар? Қанда бар. Еще тамақты да мықты істеп қоясыздар аға. Еще есть да. Такое. Базар жоқ. Болмаса маған стройка істеуді үйретсе, как раз менде бүгін творческий бар, өзім ингредиенттерді уайымдама, мен өзім шығарамын оны. Болды, онда сәнге қазір маған ағаш әкелсін, ағаш, цемент, стяжка қоямыз, объемға. Стяжка? Как раз ақша баспаймыз ба? Ақша сезонда. Көктем келіп жатыр дейсің ғой. Иә, Мақұл, конечно. жүр онда мен саған не істейін? Сен жасың қаншада, ака? 71-де. Уаш, 71 нәрсе. Мақұл, артынан ер онда. Жамал ака, тағы ауылға жүргенге қанша ай болды сен? Бір ай болып қалды ау. Бір ай болды ма? Ауылда чо там тыныш па? Ешкім тиісіп жатқан жоқ па? Өу деп. Жоқ, қан жемесей мен. Жамал ака, чо там осындай ағаштар керек па бізге? Жоқ. Қандай? Ақ ағаш керек, ақ. Оля, Жамал ака бола берсін да осы ағашта қиын ғой қазір. Мейлі қоймадым екем. Жарайды, қазір. Әкесі маған соны. Мен творческий режим екен білмейді, бұл қазір маған ағаш соединение бар. Жамал ака қазір. Дайын, Жамал ака. Мен дуптың бәрін істеп қойдым. Қара, бір стак не бар, дуп бар. Мә сен тез жұмыс істейді екенсің. Мен дейтін білесің ба, кезінде Өзбекстанда туылғам ғой. 3 ай Өзбекстанда жүр, одан Қазақстанға көшкен адам ғой мен. Болды, маған пособник боласың. Рахмет, Жамал ака. Айлыққа жұмыс істеймін ба мен сонда? Мақұл, жүр. Жамал ака, маз. Менің атым білесіз ғой, жалпы? Кіммін? Ринат дедің ғой? Ринат? Мақұл. Жетелдер чотан нағараңдар, мен Жамал аканы тайсыңдар ма? О, Жамал ака, қалайсың? Яқшы. Әммәсі білен танышып алғанмын. О, нормально. Ринат яғда сен өзбекше білмейді, сен аударып бересің ба? Өзім де білмеймін өзбекше. Примерно ұрып атыр қой. Мақұл, жетелдер біз стройка қылып атырмыз. Жамал ака, гоу! Жамал ака екеуміз қазір достар, айтпақшы. Жамал ака екеуміз қазір примерно бір үй құрастырамыз. Жамал ака, енді мен сізден бір нандай бір үйлер құрастырып бер деп айтпаймын ше. Қазір примерно мен үй салып беремін. Үй салайын ба, самай қойын ба? Жалпы тағы неден бастау керек? Айтсаңызшы. Бірінші біз фундамент қоямыз. Фундамент? Бұл фундамент. Майнкрафтта фундамент керек емес ау? Маған булыжник керек. Булыжник? Булыжник. Бар ғой, Жамал ака. Уайымдамасаңызшы. Булыжник па? Булыжник. Достар, жалпы 71-де дейді ғой. Жасы. Жамал ака, қазақша білмейсіз ба? Сәл білем. Сәл? Сөйлеп көріңізші, мен сізге үйретем. Шеше. Чей, қуасың өт? Не айтып отырсың? Тек сондайларды үйрендім мен. Жарайды, Жамал ака. Жамал ака, не ғой? Қалай айтсам болады, мен булыжник бар енді ше. Сосын не істеу керек енді? Мә сен ешкім тестің ғой, тапқыр бала екенсің. Мен сіз жаңа ойбай шешең деп отқан кезде мен уже барып келдім ғой жердің астын қасып. Базар жоқ. Жасымыз 18-де ұрып тұрық қой, денсаулық деген бар ғой. Үкәм, мен де сен негізі сондай едім. Молодец. Сіз өзбекше сөйлеп отырсыз ба или қазақша сөйлеп отырсыз ба? Араластырып саған оңай болсын деп ұрып атырып қой. Жамал ака, хорош. Жарайды, Жамал ака, негізі Майнкрафтта деген менің ойымша бір инвентарда. Достар, мен жетай ойнамай ұмыт қаппын ғана атын. Каз. Не ет анау? Мен сізге айтып берем. Жамал ака, күте тұрыңыз. Достар, мен ананың атын ет? Версак. Йолбай, достар, прикинь, мен атын ұмытып қалдым. Жамал ака, негізі Майнкрафтта білесіз ба? Версак деген нәрсе керек қой бірінші ол үй салу үшін. Шын өмірде емес қой. Жалпы точно үй салудан хабарыңыз бар ғой, Бар, конечно. Не сомневайся. Не сомневайся? Оля, орысшада білесіз ба? Чуть-чуть. Жамал ака, общем, версак. Міне, версактан не жасаймыз енді қазір? Так, бізге. Не керек еді? Ағаш керек па? Памет кетейін деген балам. Ағаш жасақ қойдым ғой мен өзі. Жарайды, Жамал ака. Жамал ака, мен, қазір сізге үй салып беремін. Сосын сіз бағасын бересіз. Болды, кәм, айтсаң болды. Достар, өзі ұнап отырмын. Жамал ака, мақұл, сіз кузницаға бара беріңіз, мен сосын сіз шақырамын, Тез болды, кәм. Давай. Өкәмдек болады. Достар, арамызда бір өзбекше білетін жандар бар ма? Мен сәл қайтана Жамал ака сәл қазақша қосып сөйлеп жатыр ма? Маған сәл түсінікті болып тұр. Сендерге қалай, достар? Жамал аканың сөйлегені сіздерге түсінікті болып тұр ма? Жарайды, достар, мен қазір мынайға быт-шыт қылып, үй салып тастаймын ше. И соны Жамал ака көрсетіп, Жамал ака не еткен бізді мақтаймын екен, жамандаймын екен көреміз.
Міне достар, ал мен үйімді бітірдім. Мына үй деген достар, бағаларыңызды комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Мына үйге мен қалай жалпы сәл менде творческий режим ұшқаннан кейін ба, міне достар, қараңдар, керемет үй еді, керемет, нормально же. Ал Жамал акаға барайық. Жамал акаң қазір бізді жамандай ма екен или мақтай ма екенін көреміз. Жамал ака, ойбай, Жамал ака, сіз күтіп отырсыз ба мені, Жамал ака? Өкем, нема болды? Жамал ака, короче, келіңіз мына қарай жүрсеңізші, мен сізге өзімнің жасаған үйіммен қазір сізге таныстырайын. Қараңыз, Жамал ака. Nima bu? Не болды, Жамал ака? Nima bu? Не болды, Жамал ака? Өмір бойы коробкада тұрғансың ба, өкем? Коробка болғанда жоқ, сіздің артыңыздағы үй менікі ғой, білесіз ба? Nima bu? Точно сала аласың ба сен? Сен маған салам дедің, не мынау тастап. Ей! Керек жоқ. Жамал ака? Сіз білесіз ба бұл үйге қанша теңге кеткен, Жамал ака? Маған. 4 миллион теңге кетті ғой бұл үйге. Ештеңе етпейді. Не мынау үй? Сұрамайсың ба білмесең? Жамал ака, мен Айтпайсың ба? Практик- Айтпайсың ба? Жамал ака, ұрыспаңызшы. Жамал ака. Жамал ака, ұрыспаңызшы. Үй дейді ғой маған. Осы ма үй? Жамал ака, сіз тұрсын деп үй салған жоқпын, өзім үйім ғой, неғып бұзып жатсыз? Болмайды мына үй. Болмайды? Болмайды. Точно болмайды ғой? Болмайды. Маған ұрысқан өкінбейсің ғой? Жоқ. Жарайды. Жақсы онда, мен сізді нормальный адам ба деп жүрсем, топас екенсіз ғой, кетшейк. Точно ғой, Точно маған ұрысқан өкінбейсің ғой? Иә. Мақұл. Давай, үйді дакансы бұзып та енді бастап соң ақыры. Бұзам, өзім білем. Кете бер. Мынау мал екен ғой. Достар, мынау өзбегің агрессивный ма қалай? Жарайды енді. Мен бұған қазір бір кек алатын нәрсем бар, достар. Қараңыздар, достар, мен қазір мына үйдің ішінде отырмын. Менде мынандай нәрсе бар. Мен 7-8 ай Майнкрафт ойнамасам да, достар, 71 дейік, тем более жасы 71 деген. Мен бұл адамды қазір, достар, былай қорқытам. Қараңдар, достар, мен қазір мынандай айналып кетем. И енді оны, достар, біз қорқытатын боламыз қазір. Мына блокпен. Қазір мен оның үйіне барып аламын да, үйсіп тұрып аламын. Типа бір блок, үйдің блогы сияқты тұрып аламын да. И анау мені алламай қояды, сосын көрсетем мен блокты сөйлеп. Нормально тұрмын да. Тұрып алайын. Мына балан яқмады мәнге ішлеген үй. Нima bu? Неге бұзылмайды мынау? Жамал! Сен Ринатқа қалай ұрысып бердің, Сен Мен блок бұны көрмей тұрсың ба, тобыз? блок көрген сөйлейді, блок көрмеген екен. Мынау сәл қуама? Тиіспей жүр, түсінің ба? Достар, мынау сәл шари киім ба, қалай? Жарайды, достар, өзімізге Стив, Стив болып кеттім ғой мен, тоқта, Стив несі, достар, өзім скиніме қайтадан оралбайын. Достар, жалпы мына көкеміз сәл өзі жасы келіп қалды ма, или өзі бұрыннан сондай ма, мен білмедім, досымша, жауабын табамадым, мына жақта тұрған қарасай. Ана в шоке болып талып қалмасын, достар. Жарайды, достар, енді Майнкрафттың ішінде жүрміз ғой, шын өмір емес, сондықтан біздер, достар, бұған бір примерно былай пранк ұстайтын сияқтымыз. Мен, короче, бұған қазір, достар, бір монстр болам да, бір пранк ұстап жүрейін. Жалпы, достар, біздің бұрынғы видеоларды көрген болсаңыздар, біздің пранктар деген кәдімгідей мощный еді. Кім біледі, кім білмейді, пранкты, не бір пранктар ұстадық қой, достар, бірімізге Айшуақ, Ершат, бәріміз бірімізге жаман пранк ұстаған болатымыз. Қазір, достар, енді біздер андай монстр болып, оған пранк жасайтын боламыз. Жамал аға, белгілі, Жамал аға. Жамал аға, Жамал аға. Жамал аға, бергіл. Кімсің сен? Жамал аға, мынау кузницадан 2 күн берем, кетіп қал, түсінің ба? Сен неге кеватсың мені ал, неге қорқытватсың мені? Ринатқа ұрысып бердің ғой сен. Ринатқа ма? Иә. Мен одан кешірім сұрайын болды. Точно? Иә, үй салып берем оған еш жоқ. Точно, андай, фундамент. Иә. Қабырға, ана, кірпіштердің арасына жұмыртқа қою жоғынан түсінің ба? Иә, фирменный өзбекский қылып салып берем. Болды, давай. Мен кеттім. Жамал аға, Ринатқа ұрысып ма? Так, достар, қазір мына жақта өзіміз Ринатқа ауыса салайық, достар. Жалпы кішігірім пранк болмау ма, достар, ұрысып берді ғой себебі. Жамал аға қаяқтасыз, Жамал аға? Ау, Ринат балам. Жамал аға, Ринат балам, кешірші. не болып қалды? Сен саған ұрысқан соң маған неше түрлі монстр келіп қорқытып жатыр ше. Жамал аға, Кет дейді. қойыңыз. Иә.
Тұра берсем бола ма, сенен рұқсат сұрап тұрмын. иә көзіңде тұра беріңіз, маған үй істеп береді деп айтты ма? Ой, жаңа стройка ма? Иә, салып берем үйді. Точно? Барлығын жасап берем. Арасына жұмыртқа қоспайсыз ба? Жоқ. Үкем, ішаншы мәнге. Ау? Сендерді қалай болады еді, қазір словарымды ашып алайын, қарап жатырмын. Сенші маған, үкем. Сенші дейсің ба? Болды үкем. Жарайды үкем, бір кешке дейін жақсы бір үй салып берсеңіз болар еді. Болды. Давайте. Достар, мынау қызық адам екен, иә? Ана үйді де дұрыстап бұзбапты. Жарайды енді достар. Бүгінгі біздің ауылдағы бір дейлиндар келетін уақыт болып қалды айтпақшы. Ал достар, біздің бүгінгі ауылдағы ең бірінші күніміз осылай өтті. Енді қызықты болды. Достар, ауылға жаңадан көшіп кепті. Алдағы уақытта бір тағы жаңадан адамдар көшіп кеткен ойдамын. Айтпақшы, менде Африкадан келген досым бар айтпақшы. Сол досым шақырып алып, оған да пранк жасаймыз достар. Сіздермен бірге болған бұл мен Ринат достар. Давайте!